Сәлеметсіз бе, құрметті мұғалім? Бұл видеода 1 мен 4 сыныпқа арналған баулу математика жұмыс дәптерлерін таныстырамын. Бұл бағдарлама кімдерге арналған, қалай қолданасыздар, қандай мақсатта жұмыстанасыздар, сол туралы айтылады. Білесіздер, немесе білмеулеріңіз мүмкін, бізде 1 сыныпқа арналған математикалар 2023 жыл дайын болды, 2023 жыл қолданыста болды. Бұны біз математик бала деп атадық. Ол 4 жұмыс дәптерінен тұрды. Яғни әрбір 90-ға әр жұмыс дәптері, себебі бүкіл сыныпты қосқан кезде оның объемы өте үлкен, ол балаларға қолайсыз болғандықтан әр сыныпқа бөліп жасадық. Енді 2024 жылы 9 айға созылған проектіміз бұйырса тамыз айында дайын болып, баулу математика, яғни 2 мен 4 сыныптарға толық бастауышқа арналған 16 жұмыс дәптерден тұратын оқу бағдарламамыз дайын болды. Енді мұғалімдердің сұрап жатқаны іші қандай екен, ішін көрсек. Сондықтан міне жақындатып тұрып көрсетейін. Бұл жұмыс дәптердің ең бірінші ерекшелігі бір бет, бір идея. Бір бетте бала тек қана бір ғана есепті дұрыс шығаруға үйренеді. Теңдеуді шешудің қадамдары көп. Ақшаның мына жағына өткізеді, теңсіздіктің мына жағына, теңдеудің мына жағына бөледі, қосады, ол қосылып тұрса мына жаққа барып азайтады. Барлық теңдеуге байланысты ақпаратты бір мезетте балаға берген кезде олар қорытылмайды екен. Бізге керегі қадаммен жүргізу. Сондықтан бір бет, бір идея. Біздегі жұмыс дәптерлердің барлығы ортадан бөлінген, дәл осылай сызық, міне мысалдар. Дәл сол мысал бойынша соған қарама-қарсы жерде бала өзі есепті орындайды, өзің орында. Және бала бастан аяқ есепті бір мезетте шығармайды. Бірінші тапсырмада ол тек қана теңдіктің оң жағына өткізуді ғана орындау мүмкін. Немесе мына жақта қосылып тұрса, теңдіктің арғы бетіне өткенде тек қана азайту болатын, тек қана бір ғана қадамды орындайды. Сондықтан бір бет, бір идея. Ал бұлай берген кезде дәрі сияқты ғой, дозасымен бересің, сонда 7 күнде кәдімгідей бір емделгенді байқайсың ғой. Дәл солай теңдеуді бір сабақта жаппай өтіп тастау. Енді теңдеуге байланысты, теңдеу болсын, кез келген тақырып, бастауыштың математикасына байланысты тақырыптардың барлығы бір бет, бір идея әдісімен балаларда, көбірек уақытыңыз кетеді, бірақ ана тақырыпты қайта түсіндіріп, ол ертең тесттен келгенде, мододан келгенде, сіздер аттестациядан өткен кезде қайттан оған дайындалып керек емес, фундаментально болады. Қателерді анықтау. Біз балаларға есеп шығаруды үйретеміз, олар есепті шығарады, бірақ шаблонды түрде. Есеп шығару керек па? Шығару керек. Ал баланың логикасын дамыту үшін есептер бізде шығарылып тұрады. Келесі қадамында. Бала сол жерден именно қайсанда қате. Ол көбейту болып, теңдіктің мына жағында тұрды, арғы жағына өткен кезде бөлу болып өтті, немесе көбейту болып өтті. Қатесін табу керек. Сонда баланың логикалық ойлауы дамиды. Бұл екіншісі. Сонымен қатар сандарды оқу. Бұл үшінші әдісі. Яғни бір бетте тек қана бір идея ғана айтылады. Бір бетте бірнеше есеп, бірнеше түрлі есептер келмейді. Және баспалдақ идеясы. Бұл жаңағы айтқан теңдеу. Мысалы қараңыздар, 2 жақшаның ішінде x плюс 5 тең 12. Бұл теңдеуді сіздер шығар жолын білесіздер, бірнеше қадамынан тұрады. Ал бірақ осы есептің бірінші қадамында бала тек қана теңдіктің арғы бетіне санды өткізумен ғана айналысады. Міне, екінші есепте де 3a плюс 1 тең 15. Мына бетте тек қана теңдеудің соңына дейін жету бізде мақсат емес, тек қана теңдіктің арғы бетіне өткізумен ғана айналысады. Теңдіктің арғы бетіне өткізумен 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 4 қадамды орындаған кезде, міне теңдеудің шығу жолын, шығу қадамдарын толық жүріп өтеді. Бұл баспалдақ идеясы. 1-ден 2-ге, 2-ден 3-ге. Сонымен қатар әр беттің жартысы мысал, жартысы есеп. Сол моментте бала практикалық тапсырманы
орындайды. Сонымен қатар қателерді табу, баланың логикасын дамыту. Бұл жұмыс дәптерлері мектептегі КТЖ-ға сай құрастырылған. Қай сыныпты алсаңыз да, 2-ші сынып, 3-ші сынып, 4-ші сынып мектепте сіздерге берілген қымжыларыңыз бойынша қандай тақырыптар тұр, сол тақырыптардың барлығына сәйкес келеді. Кешірім сұраймын, КТЖ-ға байланысты, қымжы деппін ғой. Оқушының өзі құрастыруына арналған тапсырмалар бар. Біз әдетте балаларға тақырыпты өтеміз, есепті шығартамыз. Есепті шығаратындар шығарып кетеді, шығармайтындар қалады, тағы да біз тақырыпқа аттаймыз. Ал біздің қосымша сабақтарымызға, яғни курстар жүргізген кезде ондай балалар көп келеді, есепті шығара алмайтын. Ал біз оларға фундаментті қалыптастырған кезде, ертең 4-ші сыныпқа барса да, 9-ші сыныпқа барып, мап келсе де, оның барлығында база тұр. Ал база тақырыпты түсінді, практикалық тапсырманы өзі орындады, қатені тапты және өзі есеп құрастырды. Өзі есеп құрастыру бұл да баланың логикалық ойлауын дамытады. Өзі есеп құрастырды деген бала ол тақырыпты толық түсінді деген сөз. Тек қана оның жауабымен ғана тексермей, өзі құрастыру, өзі бұл жұмыс дәптердің ішіне еңбегін салу деген позицияда жұмсалатын болсаңыздар, балаларыңыздан нәтиже шығаруға болады және фундаментальный. Тек қана тақырыпты өтті болды емес. Біз мектептерде тақырыпты өтеміз, себебі программадан қалсақ болмайды. Ал енді оқу орталықтарға келген кезде кілең программадан қалып қойған балалар келеді. Ал оларды өзіміздің оқыту жүйеміз бар. Сондықтан орталықтарыңызда мына бағдарламаны пайдаланатын болсаңыздар, математика бағдарламасы бойынша, математика пәні бойынша фундаментальный білімді бересіздер. Ата-ана сол үшін ақша төлейді. Және сонымен қатар қызықты тапсырмалар. Енді қызылды, жасылды болғаны балалар үшін қызық қой. Сонымен қатар өзіміздің ой өрнектерімізді де қостық. Бұл енді функционал сауаттылыққа келеді. Ұлттық құндылықтарға негізделген тапсырмалар. Менің әжем ұршық иіруден алдына жан салмайды, күн жылына бастағандай өрмек тоқу үшін көршілерді көмекке шақыратын. Сондай күндердің бірінде көрші келіншектер әжеммен ұршықпен жіп иіруден жарысқан болатын. Көршінің біреуі ет пісірім уақытта 10 келіп жіп иірді. Ал екіншісі одан 5 келіп жіпті кем иірді. Ал әжем екі көршінікі қанша болса, солардан 5 келіп жіпті артық иірді. Мына жерде бәрі түсініп тұр. Келеп, бір бума деген сөз, ет пісірім уақыт 3 сағат. Осындай тапсырмалар да кездеседі. Енді дәптердің саны және түрі. Бір сынып. Егер сіздің сыныбыңыз 2-ші сынып болатын болса, 4 жұмыс дәптері болады. Бұл кез келген сыныпта. Не үшін 4 жұмыс дәптері? 1-ші тоқсан, 2-ші тоқсан, 3-ші, 4-ші тоқсан. 1-ші тоқсанда мұнан жұмыс дәптерін пайдаланып жатқан кезде, артында бұның 2, 3, 4-ші тоқсандары тұрса, бәрі бірге жаман болып кетпейді. 1-ші тоқсан ба, 1-ші тоқсан бересіз, жазды, шимайлады, майыстыр тастады, сызды, болды. 1-ші сыныптан кейін тастайсыздар да, 2-ші тоқсанын пайдаланысыздар. То есть 1-ші тоқсаннан кейін тастап, 2-ші тоқсанын пайдаланысыздар. 3-ші тоқсанды тағы да жап-жаңа етіп, 3-шісін пайдаланасыздар. Бұл балаларға көтеруге де жеңіл. Енді бұл жұмыс дәптерлердің аты баулу деп аталады. Ол Ахмет Байтұрсынұлының жаңа мектеп мақаласындағы сөзге баулу деген атауға байланысты қойылды. Баулу деген сөз жаңа мектептің атына да, затына да дөп келеді. Баулу мектепте балалар баулу түрде үйретіледі. Бұл Ахмет Байтұрсынұлының оқытудағы ең үздік форма баулу деген сөз тіркестеріне байланысты қойылды. Сонымен қатар бұл бағдарламаның ішінде карта табата болады. Карта табата ойынын ойнап жүрген ұстаздарымыз бар, білетін оқушыларымыз бар. Бұл жапондық ғалым Идзуми Табатаның атына қойылды. Ол кісі, бірінші картаға обзор жасайын. Бұл карта ойыны 3 түрлі карточкалардан тұрады. Қосу, азайту, көбейту, бөлу және теңдеу. Бұл ойынды балалар топпен ойнайды. Бір топта 6 оқушы болуы керек. Мысалы қараңыздар. Мына жерде 6 көбейту 3. Жауабы қанша? 18. Мына бұрышта, карталардың ішінде бұрышында 18 деген жауап бар карта болса, екінші оқушы бірінші картаның үстін басады.
4 көбейту 3 12, демек мына бұрышында 12 болса, мына картаның үстін 12 деген жауабы бар балалар басылады. Және топта 3 балада 12 деген сан тұруы мүмкін. Кім жылдам шығарды, кім бірінші 4 көбейту 3-тің жауабының 12 екенін тапты, сол қояды. Ал енді қолында 12 деген картасы жауап болмаған балалар болуы мүмкін. Олар 4 бөлу 1-ді орындап, оның жауабы 4 деп басса болады. Демек, екі түрлі есепте екі түрлі жауап бар. Балалардың барлығы ортаға картаны қойып ойнайды. Бұл жерде аты карта болмаса, мынаның түрі қолға ұсталатын болмаса, лудомания, пудоманияға вообще қатысы жоқ. Бұл жерде тек қана сандар. Бұл жерде тек қана математика. Сондықтан ондай ой айтып керек емес, тек қана сандар. Балалардың зейінін бір жерге қойып, бір-бірімен жарыса отырып есептерді шығаруға үйретеді. Көбейту нұсқасы қосу азайту. Егер балаларыңыз бірінші сынып болатын болса, немесе теңдеу, оқушыларыңыз 3-ші, 4-ші сынып, кім теңдеуді біледі, күрделі теңдеуді біледі, солар ойнай алады. Міне, жалпы карталар осы. Табата протоколы. Профессор Идзуми Табата спорт және денсаулық жоғары мектебінің деканы. Бұл протоколды спортқа арнап жасаған, жылдамдық берген кезде эффекттің тезірек болатыны көрген. Табата протоколы 1 сағаттық жаттығуды 4 минутта беретін жолды көрсеткен. Ал оны біздегі Мырсыдықов Ерлес ағай математикаға икемдеп, осы картаны жасап шығарды. Енді қараңыздар, карта табатаны қалай ойнайды? Мынау біздегі бұрынғы нұсқасы, мынау жаңа обновленный варианты. Балалардың бәрі тек қана есеп шығарып жатыр. Бітіру кештерінде біз мұғалімдерге де ойнатамыз. Тек қана сандар 24. Мен мұғалімдерге прикол ұстап айтамын, кім осы карта ойнап жатқан кезде кредитін есіне түсірді? Ешкім есіне түсірмейді, себебі ойын өте қызық, бәрі ойынның ішіне кіріп, мен бірінші болуым керек деген серотонин гормоны бөлінеді. Карта ойынның авторлық құқығы қорғалған. Енді құрметсіздер, бұл бағдарламаны сіздер алған жағдайда 3 түрлі курсты оқисыздар. Ол қандай курстар? Бастауыш математикасы, бастауыш логикасы, сонымен қатар пәндік. Сіз екінші сыныпқа алған бағдарлама болатын болса, екінші сыныпта қандай есептер бар? Ол есептер не үшін жұмыс дәптердің ішінде тұр, және оны балаларға шығаруды қалай тиімді жолмен үйретесіздер деген курстан өтесіздер. Бұл жұмыс дәптері балалардағы математиканы білмеу, тақырыптарды білмеу деген проблеманы толық шешпейді. Шешеді 50%, ал сіздің біліміңіз тағы да 50%. Сіздің біліміңіз, үйрету әдісіңіз және оқушының қолында жұмыс дәптері болғанда нәтиже болады. Сондықтан сіздер бағдарламаны алған кезде тек қана жұмыс дәптерлерді алмайсыздар. Біз тек қана жұмыс дәптерлерді 5 жыл жұмыс істеп жатырмыз, ешкімге бермейміз. Себебі мынаның ішінде түсінбеген әдісіңіз бар, өзіңіз шығара алмайтын есептер бар, өзіңіз шығара алатын, бірақ балаға түсіндіре алмайтын есептер бар. Сондықтан сіздер 3 түрлі курстан өтесіздер. Бастауыш математикасы, бастауыш логика есептері және сыныбыңызға арналған жұмыс дәптерлерді қалай қолданасыздар, қалай максимально нәтиже алу үшін балаларға қалай түсіндіресіздер дегенмен қолданасыздар. Сондықтан 1 айлық курстан өтесіздер. Әр пән жұмыс дәптерлеріндегі әдісті таныстыру бойынша Zoom кездесу болады. Эксперттерімізбен, осы бағдарламаны құрастырған Мырсыдықов Ерлес ағай, Майра апайлармен Zoom кездесу болады. Сол жерде тікелей эфирде есептер талданады. Соның бәріне тұрақты қатысуларыңыз керек. Міне ол курстар, логика курсынан өткен мұғалімдер болатын болса, біледі, таразы есептері, кері амал, ақиқат пен жалған, кесте құру, салыстыру, комбинаторика мұғалімдердің қиналатын тақырыптары. Бірақ бұл қиналатын тақырыптардың барлығы Бекет ағайдың әдістерімен өте оңай. Онда кері байланыстарды алып жатырмыз. Осы логиканы шығара алмайым дейтін ұстаздарымыздың махаббаты ашылып, логика есептерін шығарып жатыр. Сондықтан бағдарламаның ішінде баланың логикасын дамыту өте жиі
прям асты сызылып тұрып көрсетеді. Себебі біз балалардың логикасын дамытуымыз керек, оларды шаблонный мышлениеге үйретпеуіміз керек. Жаңа қатені тап, өзің есеп құрастыр дегеннің мақсатының бәрі баланың логикасын дамыту. Ал логикасын дамыту ол сізге байланысты. Сіз Бекет ағайдың курсынан оны оқып үйренесіз. Сонда баулу математикасы бағдарламасы бізде 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі 3 курс 59 сабақ. Бұл сабақты 3 курсы сіз 1 айдың ішінде өтесіз. 1 айлық программамыз бар. Соны жүріп өтіп, тапсырмаларын тапсырып, бағдарламаны оқушыларыңызға беріп, практикалық тапсырмалар орындап, видеоға түсіресіз. 4 практика жібересіз. Одан бөлек 16 жұмыс дәптері және карта табата. 16 жұмыс дәптері және карта табата. Ой, мынау бір түріліп кетті ғой. 16 жұмыс дәптері және карта табата Қазпочтамен баратын болады. Мұнаның барлығы офлайн баратын болады. Сонымен қатар оқу орталық иелері болатын болса, математика курсына оқушыны қалай жинайсыз? Біз арнайы рекламалар түсіріп қоямыз. 5 видео, бағдарламаны балалар қолданып жатқаны, сіздің сабақ оқып жатқаныңыз деген сияқты бүкіл мұғалімдерге арналған. Сол видеоларды алып, математикаға байланысты диагностиканы қалай жүргізу керек, соның элементтерін бәрін қосамыз. Сонда сіздер 3 бөлімнен тұратын білімді аласыздар, жұмыс дәптерлерді оқушыларыңызға бересіздер и өздеріңіздің оқу орталықтарыңызға, репетиторлықтарыңызға оқушы жинайсыздар. Математика өте сұраныста. Продленка курстарыңызда да бұл программаны пайдаланасыздар. Себебі мектептің КТЖ-сына сай құрастырылған. 1 жылдық доступ, сертификат беріледі. Сертификат қандай жағдайда беріледі? 4 практика орындалған кезде 4 оқушыны практикаңызға аласыз, видеоға түсіріп 4 сағат жібергенде сертификат беріледі. Курстан шыққан нәтижелеріміз өте көп. Оқушылардың логика курсы бойынша кері байланысы. Дәл осылай оқушыларыңызға сабақ жүргізіп, видеоға осылай түсіре саласыздар. Арнайы бір жерде түсіру деген жоқ. Алтын құрбымыз мысықты жақсы көреді. Ал екіді біз құрбымыз жақсы көреді. Логика есептері мынау. Осылай кері байланыстарыңыз жібересіздер. Және математика курсына оқушыңызға диагностика жасауды үйренесіз. Бұл бағдарлама кімдерге арналған? Мектеп мұғалімдеріне, өз сыныбының білімін көтеру үшін әрине. Екіншісі, оқу орталығы бар кәсіпкер ұстаздарға математика, продленка курстарын жүргізіп табыс табу үшін. Және жас мамандарға. Сонымен қатар жеке меншік мектептерге арналған. Қазір біздің жеке меншік мектептер өте көп алады. Бағдарламаны алуға шешім қабылдаған жағдайда әр сыныптың 1-ші тоқсаны және тренажерлары карта табата бірден Қазпочта арқылы салынады. Жұмыс дәптерлері бізде 2-ге бөлініп салынады. 1-ші баратыны осы. Міне осы 1-ші рет салынған кезде Қазпочтамен барады. 1-ші тоқсан және тренажерлар. Себебі ал 2-ші, 3-ші тоқсан дәптерлері қыркүйектің 25-інде салынады. Себебі бізде қазір міне 16.000 штук жұмыс дәптер шықты. 1-ші тоқсан және тренажерлар. Біз бұны мектептің оқулықтарын шығаратын типографиядан Алматыдан шығарып жатырмыз. Ал жаз мезгілі кезінде типографияларда өте үлкен кезек. Біз июньда шығаруымыз керек болған, тамызда кезегіміз келді. Сондықтан тағы да күтеміз. Қыркүйектің 15-іне дейін біздің 2-ші партиямыз, яғни 2-ші, 3-ші тоқсандар қолымызға тиеді. Сондықтан 25-іне дейін сізге салынады. Міне, қазір кітаптарымыз осылай отправка болып жатыр. 1-ші тоқсан және тренажерлар. Міне, багажникке салынып жатыр. Қазір мыналар почтаға барады. Почтаға міне 7 дәптер. 7 дәптер бір пачкада дайын тұр. Осылай почтамен кетеді каждый. Сіздерге осылай барады. Қазпочтамен барады. Себебі мектептің оқулықтарын жасайтын типографиядан біз шығарып жатырмыз. 16.000 штук деген өте серьезный объем. Ертең качествосына шар болып қалса, тоже не вариант. 16.000 штук бір жерге шығарып алып, сондықтан сенімді тексерілген мектептер осы жерге шығарады. Атамұра, Алматы кітап осы жерге шығарады деп осының кезегін күтумен болдық жаз бойы. Енді міне 1-ші партия келді, бұйырса қуанып отырмыз.
бірінші сынып материалдары 2023 жылы осылай 4000 штук шығарылған, складта тұрды, мұғалімдерімізге осылай қазпоштамен жіберілді. Енді міне бұйырса 2024 жыл 16000 жұмыс дәптері 4 сыныпқа арналған бағдарламаны сіздерге бұйырса жібереміз. Енді қараңыздар, құрметті сөздер, оқу орталықтарда клиенттің өмір сүру ұзақтығы деген показатель бар, оны LTV деп айтады. Яғни бір клиент келсе, ол сізге қанша уақыт ақша төлейді. Біздің бұрынғы жылдам оқу, әдемі жазу курстарымызда бір клиент келсе 2 ай оқитын еді. Бірінші ай ақшасын аласыз, екінші ай ақшасын аласыз. Ал математика бағдарламасында ол 9 ай. Бір клиент келсе 9 ай бойына сізге төлем жасап отырады. Себебі жұмыс дәптері соған жоспарланған. Ал егер клиент сізге бірінші сыныпта келсе, ол 4 жыл 9 ай 4 жылдан 9 ай бойына төлем жасап отырады. Сондықтан бұл бағдарлама алған кезде орталықтар болсын, мектеп мұғалімдері болсын, репетиторлығыңызда бұның бағдарламаға салған ақшаңызды, алған біліміңізді оқушыларды оқытып шығарып аласыз. Математика бағдарламасымен клиентіңіз 9 ай төлем жасайды, 9 айдан 4 жыл бойы оқиды. LTV бір клиенттің пайдасы бір айдағы төлем саны және ай санына көбейткенге тең. Яғни бір курстың бағасын 8000 теңге деп алсаңыз, 36, яғни бір оқушы келсе сізге 288 мың теңге төлеуі мүмкін. Енді сіздерде бір оқушы болмайды ғой, по-любому бір топта оқытасыздар, кемінде 4 оқушы. Сондықтан осыны ескеріңіздер. Бізден осы уақытқа дейін бұл жұмыс дәптерлерін алғандар: Зерде интеллектум мектебі Қызылорда, директордың кері байланысы бар, Қалам скул Алматыда, Бином скул Астанада. Айтпақшы, осы жұмыс дәптерлер Бином скулдың мұғалімдерімен тесттен өтті. QBIS Айгүл апайдың мектебі. Осы мектептер бізден жұмыс дәптерлерін алып қолданып жатыр. Енді құрметті сөздер, бағасы қанша теңге? 4 сынып 16 жұмыс дәптері 1 айлық курспен, сертификатпен 190 мың теңге. Яғни 12 айға бөліп алатын болсаңыздар, айына 15833 теңгеден түседі. Сіз бұл жерде 16 жұмыс дәптерін және бастауыш математикасына қатысты жаңа әдістер, жаңа білімдер 1 айлық бізбен оқуыңыз. Және бұл курстан соң сертификат беріледі. Сіз оны оқу орталығыңызға іліп қоя аласыз, және бұл курсты оқу орталығыңызға қойып, балаларды қабылдап, ақша таба аласыз. Енді математика бағдарламасын көп жағдайда қазір алатын курстан өткен мұғалімдеріміз, себебі оларда жылдам оқу, әдемі жазулар бар, табысын тапты, нәтиже шығаратында көз жетті. Енді математика бағдарламасын алады, өзі сабақ береді, немесе қасына мамандар алып қояды. Сондықтан бұл видеоның мақсаты енді көп жағдайда курстан өткен мұғалімдерімізге жаңа бағдарламаны таныстыру болған. Ал оқу орталық, репетитор, масштаб, стартап, заманауи педагог курстардан өткен болсаңыз, скидка болады. Бізде бұрын курс алған мұғалімдерге міндетті түрде өзіміздің скидочный системамыз бар, ал ол скидкаңыз қанша екенін менеджер сізге есептеп береді. Ол скидкаңыз сіздің алған курстар саныңызға тікелей байланысты. Сондықтан сіздерге баға 190 мың теңге болмайды, егер бұрын курстарымызға өткен болсаңыз. Бұны менеджеріңіз есептеп береді. Ол үшін менеджерге жазыңыз: мен мынандай курстан өттім, мына уақытта. Ал енді жеке бір ғана сыныпта алғым келеді, менікі 2-ші сынып, менікі 3-ші сынып, менікі 1-ші сынып дейтін болсаңыздар, бір сыныптың бағдарламасы 80 мың теңге. Сізде 1 ай курстан өтесіз, 4 практиканы орындап барып сертификат аласыз. Ал бір сыныпта алған жағдайда 0,12 мен алсаңыз, айына 6666 теңгеге түседі екен. Ал егер оқу орталықтары репетиторлықпен айналысатын ұстаздар болса, сіздерге жеке бір сыныпта алған өте невыгодно. Себебі 80 мың көбейту 320 мың теңге. Ал лучше сіздерге 190 мың теңгемен алу керек. А еще бұрын курстан өткен болсаңыздар, еще скидкаңыз болады. Сондықтан бұны менеджерге айтып есептете аласыздар. Енді құрметті сөздер, бұл бағдарламаны аламын, 2024-2025 оқу жылынан бастап жұмыс істеймін дейтін болсаңыз, біздің менеджерлеріміздің данныйларын білесіздер. Чатта отырса, сол чаттағы админдерге шықсаңыздар, сол біздің менеджерлеріміз. Бронь қойып аласыз, 3000 теңге бронь, 5000 теңге бронь қойып, қалған рассрочкамен ала аласыз. Сіз төлем жасап, міне біздің базаға тіркелді деген кезде бірден баратындары осы. 1-ші тоқсанның 7 жұмыс дәптері. 7 жұмыс дәптері және карта табата.
осы алдымен барады, одан кейін 25 қыркүйекке дейін, ең соңғы дата 25 қыркүйекке дейін екінші поток барады. Ол кезде 25 қыркүйек ол екінші тоқсанның материалдары. Екінші тоқсан сіз ертең қарашадан басталады ғой, қазаннан басталады. Сол кезде алып пайдалана аласыздар. Сондықтан математика бағдарламасын аламын. Мен бұрын курстан өттім. Мен нәтиже шығардым. Мен сіздерге төлеген ақшамды давно ақтап алдым. Енді міне математика бойынша жұмыстанамын дейтін болсаңыздар, бұл баға енді 4 бағдарламаға ең арзан бағалардың бірі. Оны нарықта көріп жүрсіздер. Енді бұл ішіндегі әдістері, мынау жұмыс дәптердің сапасы Қазақстанда жоқ. Біз оны точно айта аламыз. Бұл СНГ-да да жоқ. Бұл жұмыс дәптерін құрастыру үшін сингапурская математика деген әлемдегі топовый математика жұмыс дәптерлер, кітаптар, әдістердің бәрі тұрды. Соларды ескере отырып, оларда жоқ заттарды құрастыра отырып, осы бағдарлама шықты. Ал карта табата бұл енді точно әлемде жоқ. Бұл карта табатаны сол Жапониядағы мектептер қазір қолданып, кері байланыстарын беріп жатыр. Сондықтан құрметті ұстаздар, тіркелем дейтін болсаңыздар, менеджерлерге жазыңыздар.